Қайырлы күн, мен Абай облысы Айгөз ауданы қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының 10-шы В сынып оқушысы кандидат Дана боламын. Қазіргі қорғайтын жобамның тақырыбы жаңғыру полюсі номинациясы бойынша Ақтоғай мыс кені менің кіші отанымның келешегі болып табылады. Ал бұл жобаның басты мақсаты менің кіші отанымның, яғни Айгөз ауданының әлеуметтік экономикалық тұрғыдан ұлғаюына байланысты дайын өнім шығаратын кәсіпорындар ашу болып табылады. Ал егер де бұл кәсіпорындарда бізде электро, техника, машина салаларын қамтитын болса, бұл бізге өте тиімді. Келесі, өзектілігіне тоқтайтын болсақ, Қазақстанда жасалған деген өнімдер санын көбейту болып табылады. Егер де ғылыми техникалық құндылығына келетін болса, осы мен уақытымды тиімді өткізу барысында кішігірім макет жасаған едім. Бұл макетті келесі видеодан көре аласыздар. Айгөз ауданында индустриялы даму бағдарламасына кірген жобаның жүзеге асуы аудан экономикасына үлкен серпін берді. Қазминералс Қазақстанда заманауи ашығынды тау кен өндірісін дамытуға бағыттаған өсу әлеуеті зор мыс өндіруші компания. Ақтоғай кеніші әлемдегі мысқа ең бай орындардың бірі. Мұндағы мыс қоры 28 жылға жетеді деген есеп бар. Осыншама кенді игеру үшін тағы бір байыту фабрикасын салу жоспарланып отырған еді. Ақтоғай мыс кен заводында қысқаша шолу жасайтын болсақ, Ақтоғай мыс кен заводы бізде алтын, күміс, мырыс, мыс өндіреді. Ендігі таңда осы уақыт санатымен алатын болсақ, Ақтоғай мыс кен заводы 2011 жылы 190 миллион тонна мырыш концентратын өндірген еді. Айта кетерлікте, Ақтоғай мыс кен заводы бізде күміс өндіруден ең ірі өндірушілердің бірі болып табылады. Бұған дәлел 2011 жылы 19 миллион унция күміс өндірген еді. Бұдан бөлек бізде Ақтоғай мыс кен заводы Экібастұз КРЕС-1 электростанциясымен, яғни әлемдегі ең ірі станциялардың бірі Экібастұз КРЕС-1 мен КРЕС-1-дің 50% үлесіне ие. Бұл Ақтоғай мыс кен заводында бізде 60-мыңнан астам жұмыс жасайды. Оның көбісі бізде қазақ азаматтары болып табылады. Бұл заводтың бізде ағымдағы кірісі 3,2 миллиард ақш долларды құраса, ал операциялық кірісі бізде 1,2 миллиард долларды құрайды. Енді келесі таңда біз бұл Ақтоғай мыс кен заводының стратегиялық мақсатын айта кетсек, бұл осы заводта жалпы өндірілетін шикізаттардың көлемін арту болып табылады. Ал енді мен неліктен бұндай макет жасадым? Макет жасауымның себебі мен Айгөз ауданында осындай мыс өндіретін, яғни мырыш өндіретін заводтың салынғанын қалаймын. Не себептен? Яғни егер де біз Айгөз қаласында мыс, мырыш, тағы да басқа табиғи пайдалы қазбаларды өндіретін болсақ, бұл бізге өте тиімді болып табылады. Себебі Айгөз қаласында көптеген электротехника, машина жөнінде көптеген жетіспеушіліктер орын алады. Біз өзімізге керекті заттарды Қытай, бұдан бөлек шетел немесе Ресей елдерінен тапсырыс беру арқылы алып жатырмыз. Яғни сіздерге тағы да бір ұсынысым бар еді. Егер де біз осы Кореяде өндірілген барлық шикізаттардан біз осы дайын өнім шығаратын болсақ, бұл бізге екі есе көп пайда табысын алып келеді деп ойлаймын. Яғни бұл шикізаттардан бізде дайын пайда өнім шығаратын болса, ол басқа елдерге де таралып, оларға да тиімді және бізге де тиімді болды. Келесі тағы да айтарым осы ұсынысымды қабыл аласыздар деген ойдамын. Және де қорытындылай келе, бұл завод арқылы біз Айгөз ауданының экономикалық әлеуметтік тұрғыдан дамуына көптеген үлесін тигізеді деп ойлаймын.